Зарина, ал кеттік. Сәттілік болсын. Қуаныштымын. Кезекшілігім бір күнге ерте келді. Бұл не деген бақыт? Оң жаққа 6 рет бұрау керек. Е, білем. Ғажап. Бұл жолы абай бол. Өткендегі жағдайдан соң бұның қаншалықты құдіретті екенін түсінген шығарсың. Уайымдамаңыз. Мен ештеңе етемеймін. Әй жарайсың. Есіңде болсын, тура 26 түйіршік болу керек. Не үшін 26 болу керек? Әне Неге басталды. 25 емес? Ал егер 27 түйіршік қоссақ, онда не болады? Біз тек 26 қосамыз. Неге? Зарина, осы сенің ақ сұрағың таусылмайды екен. Жарайды, жақсы. Бір мысал. Мәселенки, сыңғырлақ екеуін салыстырсақ, не болады? Салыстырғанда тұрған не бар? Себебі біз ағаш көшеттерін жинамаймыз, гүл тозаңдарын жинаймыз. Біздің өміріміздің мәні осы. Сондықтан қателесуге хақымыз жоқ. Көк түсті тозаң мен алтын түстес гүл тозаңын араластырамыз. Кішкене сеуіп көл дарияға айналды. Мұндай ғажап құбылысқа қанша қарасам да көзім тоймайды. Рас айтам. Менің де. Бірақ түсінбейтінім, неге біз тек көк түсті гүл тозаңын қолданамыз? Одан басқа түс жоқ. Қайдан білесіз? Мүмкін екі түсті араластырсақ, ерекше гүлдер пайда болар ма еді? Мәселен, күлгін түсті. Немесе алқызыл түсті гүл. Осыдан алқызыл түсті тозаң көрсем, белдемшемді шешіп, шалбар киейін. Мейлі, ондай тозаң жоқ болар. Егер өзіміз ойлап тапсақ ше. Есіңде болсын, Зарина. Гүл тозаңдарына тәжірибе жасауға қатаң тыйым салынған, өте қауіпті. Қол қусырып отырсақ, жаңа сортты гүл ойлап таба алмаймыз ғой. Ол үшін басыңды қатырмай-ақ қой, Зарина. Басқа жұмыста жетіп жатыр. Біз гүл тозаңдарын жинаймыз, көбейтеміз, өлшейміз, сосын таратамыз. Бұл ғасырлар бойы ата-бабамыздан ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Дәстүрден аттауға хақымыз жоқ. Әттеген-ай, Гарри мырза, ештеңе етпеді ме? Маған бұлай қарамаңызшы, менің еш кінәм жоқ. Қақпағы қайда? Мен саған тағы да қайталаймын, Зарина. Гүл тозаңдарына тәжірибе жасауға қатаң тыйым салынған. Нәтиже жоқ, нәтиже жоқ, нәтиже жоқ, нәтиже жоқ. Стенің екі дәнімен шым-шымдап шырмауық гүл ұрығын себеміз.